Кайырлы күн кыздар кабымы. Бүгүн чесночный гренки дайындайтын боламыз. Менде осылай кичкене нан калып кеткен эди, сону алып жасап жатырмын. Енді бирдей етіп барлығын кесіп шығатын боламыз. Ал енді чеснокты алып, ортасынан бөлеміз. Сковородкаға майда құйып, жақсылап қыздырамыз. Чеснокты салып, қызартып, қуырып алатын боламыз. Енді алып тастаймыз. Одан соң үстінен нанды салып, барлық бетімен жақсылап қызартып, қуырып аламыз. Енді салқындату үшін басқа ыдысқа ауыстырамыз. Салқындағаннан соң осындай салафанға кішкене чеснок салып, үстінен сухариктерімізді салып шығамыз. Үстінен қалған чеснокты саламыз. Енді жақсылап пакеттің аузын жауып, осылай араластыратын боламыз. Енді соус дайындаймыз. Ол үшін қаймақтың үстінен чеснок саламыз. Үстінен укропты саламыз, жақсылап араластырамыз. Сонымен біздің соусымыз дайын. Біздің оп-оңай жасалатын чесночный гренкиларымыз дайын. Ас болсын.